Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым, Райгүлдің каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз мінекей осындай әдемі өрнек тоқып үйренетін боламыз. Мінекей мынау оң беті осындай, теріс беті мінекей мынандай. Бұл өрнек өзі бар болғанда 4 қатардан тұрады, және де бұл теріс жағынан басталатын болады. Мінекей, ал енді кетіп көрсетейін қазір мен сіздерге. Мінекей мына жерде мен 18 көз алдым, және де мынау теріс жағынан, және де мынау оң жағынан осылайна 2 қатар тоқып шықтым. Және де мына жерде мінекей 2 теріс, 5 оң, 2 теріс, 5 оң, 2 теріс қылып, осындай бастапқы 2 қатарын тоқып шықтым. Өйткені қазір біз бұл өрнекті теріс жағынан бастайтын боламыз. Ал енді түсінікті болса, ары қарай жалғастыра берейін. Бисмилля деп бастайық. Енді өрнегіміздің бірінші қатары. Бірінші қатар. Екі оң тоқимыз. Мінекей. Бір теріс. Мына жерде қазір бізде 5 теріс бар. Мінекей. Бір жіптеліп аламыз. Бір теріс. Бір жіптеліп аламыз. Бір теріс, бір жіптеліп аламыз, бір теріс, тағы да бір жіптеліп аламыз, бір теріс. Мінекей. Мына жерде 5 теріс болса, біз мына 5 терістің ортасында 4 жіпті іліп алдық. Әрі қарай кеттік. Енді 2 оң, тура жаңағыдай тағы да қайталайтын боламыз. Әрбір терістің ортасында осылайна жіп іліп аламыз. Соңғысы 2 оң, осымен өрнегіміздің бірінші қатары аяқталды. Енді екінші қатар. 2 теріс. Енді қазір біз мынау оң көзді осылайна тарттырып, мынау жаңағы іліп алған жібімізді босатып жібереміз. Екінші көзді де дәл солай жасаймыз. Үшінші, төртінші, бесінші. Мінекей. Енді бұл бесеуінен біз қазір 3 көз шығаратын боламыз. Мінекей. Әуелі бесеуін бірге алдық, бір жібіп іліп алдық, және де бесеуін бірге тағы да оң қылып тоқыдық. 2 теріс. Тағы қайталап жіберейін. Мінекей. Әрбір оң көзді осылайна тартып тұрып, ұзын 5 көз шығарып болады. Мінекей. Ілбаған жіптерді босатып жібергеннің арқасында. Енді бұл 5 көзден біз бар болғаны 3 көз шығарамыз. Мінекей. Соңғысы 2 теріс. Осымен өрнегіміздің екінші қатары аяқталды. Енді үшінші қатар. 2 оң, бір жіптеліп аламыз, 3 теріс тоқимыз. 1, 2, 3. Бір жіптеліп аламыз, 2 оң. Тағы бір қайталап жіберейік. Бір жіптеліп аламыз, 3 теріс. Бір жіптеліп аламыз, 2 оң. Осымен өрнегіміздің үшінші қатары аяқталды. Енді төртінші қатар. 2 теріс. Жаңағы іліп алған жібімізді оң қылып тоқимыз. Одан кейін тағы да 3 оң. Мінекей. Іліп алған жібімізді тағы да оң қылып тоқимыз. Мінекей. Сонымен 5 көз қайтан өзінің орнына келді. Дәл осылай осы қатардың аяғына дейін тоқып шығамыз. Соңғысы 2 теріс. Осымен өрнегіміздің 4-ші қатары аяқталды. Жаңа айтқандай, бұл бар болғаны 4 қатардан тұрады. Мінекей көрдіңіздер ғой, өрнек әдемі болып шықты.
енді тура бірінші қатардан бастап қайттан қайталайтын боласыздар. Ол үшін қазір сіздер мынау теріс жағынан кәдімгідей осы жаңағыдай 2 оң және де мынау 5 терістің әрқайсының ортасынан жіп іліп алып отқанда сонда 4 жіп болады. Мінекей. Әрі қарай осылайынан алып кете беретін боласыздар. Сол кезде осындай әдемі өрнек шығатын болады. Мінекей. Көрдіңіздер ғой. Мінекей, бүгінгі көрсетейін деген өрнегім осы болатын. Көріңіздер, тоқыңыздар, бұл сіздердің қолдарыңыздан келеді. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау саламатты болыңыздар. Жақсы.